Бүгін мен бір шешімге келдім. Таң атпай неше айдан бері осы шашымды қиып боятқым келіп жүрген болатын. Бір сәті түспей қойды ғой. Наконец-то енді бүгін сәті түсіп тұр екен. Солай жүзбен салонға ұшып барғасын ғой. Шашымды май-май етіп бардым, жумай, себебі май шашқа краска күшті ұстайды деп естуім бар. Сонымен шашымды осылай барлығын күштілеп түзелеп тұрып қиды. Сосын шашымды профессиональный осындай қоңыр түске бояп берді. 5 минутта кейін дайын болады. И осылай шашымды жақсылап жуып берді. Біреу шашымды жуса күшті екен негізше. Сонымен кептіріп, ары қарай енді реттеп фенімен кептіріп, сөйтіп берем деді. Мына жерде ойланып отырмын ғой, мә челка қисам ба, қимасам ба, жараса ма, жараспай ма деп, мастер қыздың миын аштып жүрдім ғой, қайта-қайта сұрап. Сонымен давай кекіл қисақ қияйық деп, осылай кекілімізді қиып тастадық. Енді бас аман болса шаш өсер деп, осындай анда-санда өзімізге өзгеріс жасап тұрғанда дұрыс екен ғой. Шашымды осылай каскад етіп қиып берді. Енді өлтірді ғой, қараңыздар кекілімді. Шашта ужас, мынанша шаш шыққан ғой қыздар. Осы шашты мен 2 жыл көтеріп жүрмін ғой, басым кәдімгідей жеңілдеп қалды ғой. Осылай салонда өзімше болып отырсам, артымнан бала-шағам жетіп келген ғой. Бір үйден нормально арқайын шыға алмайсың ғой. Қазір енді қыздарымның реакциясын көреміз. Шашың күшті болған ба? Томи қара шаш ма? Қандай болған? Әдем ба? Күшті болды. Күшті ма? Әдем ба? Менің жаңа шаш үлгім балаларыма да барлықтарына ұнады. Ал сіздерге ұнады ма, қалай шыққан, маған жарасып тұр ма, комментария жазып кетіңіздер. Ал өзіме жаңа шашым қатты ұнап тұр. Адам негізі өзгеріс жасап тұрған дұрыс екен анда-санда. Қалай жарасып тұр ма?